Әлбәттә. Оларға кімнің қожайын екенін көрсетейік. Тобот Икс, алға! Жарайт, уай! Робот қайнал! Робот қайнал! Қызық алды. Ойын енді басталды. Шамаларың жеткені отқа. Райан, Кори, жарайсыңдар. Сендерге сенеміз. Я, әлбетте, жеңдім! Тобот. Енді ғана бастадық. Төтенше жағдай бола қалса егер бізде көмектесеміз. Қауіп қатер төне қалса егер де сізге таянбыз. Бізде күш бар, бізде кілт бар, тоботтарға айналатын машина бар. Алға тоботтар! Алға тоботтар! Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Күш бар. Тоботтарға айналатын машина бар. Бізде күш бар. Бізде кілт бар. Алға тоботтар! Иә, бізде бір қалыпты өмір сүріп жатқанбыз. Әкеміз бұзылған көліктерді жөндейтін, ал біз ойынға алданып алаңсыз жүретінбіз. Алайда мектепте жүргенде әкемнің жауапты әрі маңызды іспен айналысып жатқанынан бейхабар болатынбыз. Оның рас, күндіз әке болса, түнде робот инженеріне айналатын. Көрдіңіздер ме, соңғы кездері Таяда қаласында оқыс оқиғалар көбейіп кетті. Оның артында қылмыскерлер тұрғаны анық. Көздегендері кәсіп. Олар астыртын әрекетке сақадай сай көрінеді. Ал әкем құрастырған тоботтар сол қылмыскерлерді құрықтауға көмектеседі. Сонымен ойынды қалай бастаймыз? Ха, біз басшымыз. Сенің не ойлағаныңды түсіндім. 3-ші сыныптың 2 баласы жаһандағы қылмыспен күресуге арналған ең ғаламат машиналардың басшысы дегенге кім сенсін? Әкемнің ойлап шығарған небір роботтарын көргенде таң қалмау мүмкін емес. Бағымызға қарай бір роботтан иемдендік. Қаһарман болу оңай шаруа емес. Бұлай болады деген ой түсімізге кірмеген. Жаңа өміріміз өмірлі дода секілді. Дегенмен оның да қызығы бар. Сонымен дайынсың ба, Кори?